Дауыс әншінің негізгі шартының бірі. Біздің іздейтініміз күміс көмей. Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет. Сағана бізден, ән сізден. Күміс көмей ән байқауы. Әншінің арманы күміс көмей, халқымның қалауы. Өнерліге өзгеше сипатпен қарап, өнерге жанашыр ықылас танытып келіп отырған көңілді көрермен, сіздерге жалынды сәлем. Автономиялы райондық парткомның осы заманғы мәдениетті жетекшетіп, Шинжаңның қарыштап дамуымен баянды орнықтылығын сақтау жөніндегі рухын дәйектендіріп, районымыздағы аз ұлттар мәдениетінің көркеюін жебеу мақсатындағы Шинжаң телевизиясы менен Үрімжі Біл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі бірлесіп өткізген жылқы жылындағы жаңа көркем телебағдарлама «Күміс көмей ән байқауы». Жұңғы арманның бір бөлегі болған күміс көмей біздің арманымыз, ұлтымыздың арманы, мұнау әнші ұландарыңыздың арманы. Өнерпаздар талқыға түскен осы бір көзайым сәттен біз шынайы дарын, тамылжыған дауыс, тәнті етер үн іздеуге асығамыз. Ал дәл сол таңдаулы өнер иесін табуға, нағыз дауыс иесін байқауға, танымы терең, талғамы ерен, ән өнерінің маманы, нағыз өнер адамы болған 4 тәлімгеріміз саралайды. Ал құрметті көрермендер, бағдарламамыздың ережесін білгілеріңіз келсе, экранға назар салыңыздар. Күміс көмей ән байқауы кәсіптік және кәсіптен сыртқы әншілерге арналған әсем дауысты іздеуді мақсат еткен музыкалық бағдарлама. Байқауға жасы 16-дан жоғары әр ұлт әуескерлер қатынасып, өз бақтарын сынауға мүмкіндік алады. Бағдарламаға қатынасатын әуескерлер әуелі дауысын сынатады. Онан соң қара жарысқа қатынасады. Қазірге дейін 3000-нан астам үміткер тізімделді. Оларды тәлімгерлер сараптау арқылы 90 өнерпазды таңдап, байқауға қатынастырады. Әр кезекте 9 үміткер бақ сынайды. Егер әуескерлер ұнаса, тәлімгерлер алдындағы шамды жағады. Шам жанған соң, қайсы тәлімгерге шәкірт болуды әуескер өзі таңдайды. Егер 4 шам түгел жанбаса, онда үміткер сахнаға қош айтады. Әуескердің ұлтына, тіліне шек қойылмайды. Осындай тәсілмен әрқайсы тәлімгер өз тобына 16 үміткер жинап, 4 тәлімгер жиыны 64 үміткерді іріктеп алады. Келесі кезекте жеке-жеке әр тәлімгердің тәрбиелеген үміткерінен 8-і, онан соң 8-ден 4-і таңдалып, соңында 64 үміткерден 16 үміткер шешуші жарысқа қатынасады. Шешуші жарысқа 16-дан 8-ін таңдау, 8-ден 4-еуін таңдау, 4-тен 1-ін таңдау бойынша, ең соңында күміс көмей ән байқауының аға жүлдегерін саралап шығады. Жүлделі болған әншілер ел іші сыртындағы үлкен сахналардан көрінуге мүмкіндік алады. Әншінің арманы күміс көмей, халықтың қалауы күміс көмей. Күміс көмей ән байқауы. Күміс көмей өнер түлектерін саралайтын ән байқауы. Өзге бағдарламалардан өзгешелігі, халқымызға танымал 4 өнер иесі тәлімгер болып, өз тобына тек даусын тыңдау арқылы өнерпаз жинайды. Әрі сол өнерпаздарға білгенін үйретіп, шешуші жарысқа дейін жеңіске жетелейді. Ал ендеше құрметті көрермендер, сол 4 тәлімгерлерімізбен экран арқылы ішкерлей танысып өтейік. Отанбек Еңсеқанұлы 1995 жылы өткізілген мемлекеттік шоқ жұлдыз ән жарысы алтын лоңқасының егері. Ол Шиян музыка шөйені ән факультетімен Қазақстан Республикасы Құрманғазы атындағы консерваторияның, сондай-ақ Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегі. Көптеген елдерде өнер сапарында болған Отанбек қазір Үрімжі Біл мәдениет тарату шектеулі серіктестігінің директоры. Осы ретке күміс көмей ән байқауының жобалаушысының бірі. Бекеш Зейнелұлы мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор. Ол Шинжаң Дашөнің және Қазақстан Республикасы Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегі. Еліміз қазағына эстраданы алғаш үгіттеуші ретінде кеңінен танылған әнші. Көктемгі сағыныш, Сары дала,
Қайдасың? Мен неге ұмытамын қатарлы әндері мемлекеттік және халықаралық сыйлықтармен марапатталған. Ол 200-ден астам әннің авторы. Гүлнұр Әскерхан қызы жас кезінен елін елең еткізген әнші. Қазір Шинжаң қоғам қауіпсіздігі өрт өшіру бас әтіреті саяси бөлім ойын-сауық үйірмесінің майор әншісі. Әнші еліміздің іші сыртындағы талай реткі ән жарыстарына қатынасып, көптеген сыйлықтарды еншілеген. Қазыкен Қалиұлы 1998 жылы Бейжіңде құрылған Қожа Насыр өнер тобының белді әншісі. Ол 2002 жылы Бейжіңде Қазыкен өнер тобын құрып, ел арасына кең таралған әндерді өзгеше слотта орындап, бүкіл елге танылған эстрадалық әнші және композитор. Шетелдерде талай рет музыкалық фестивал сапарында болған Қазыкен, орталық телевизиясы өткізген көктем мерекесінің сауық кешінде үздік орындаушы сыйлығын жеңіп алған. Ал енді бүгінгі ән бәйгесінде кімнің бағы жанып, кімнің бабы шабар екен. Жарысымызды бастайық. Күміс көмей ән байқауы. Байқаудан бағыңды сынауға не түрткі болды саған? Кішкене кезінде осы халық әндерін жақсы көріп тыңдаймын, әрі ауылдың түрлі мәдени қимылдарында. Одан өзіміздің ауданның мына кішігірім концерттерінде халық әндерін орындап жүрдім. Сондықтан да өзіміздің ауылдастарымыз, құрбы-құрдастарымыз мені өздерінің бір жақсы әншісі ретінде көреді. Сондықтан болар бәлкім солардың демеуінде осы жерге келіп отырмын. Және де өзімнің туған ағам бар, үлкен ағам. Сол кісінің маған көп бір үмітпенен қарағандығынан да болар деп білемін. Ой, сәулем ай, бір қатар дауылың көшіп барады ағау, тақияңды беріп кет айнам, сағынбаса ой, сәулем ай, екі ғана жирен ай, өшең асыл киген ай, құмырсқа бел қонай көз айнам, ер жігіттің сүйген ай, екі ғана жирен ай, өшең асыл киген ай, құмырсқа бел қонай көз айнам, ер жігіттің сүйген ай. Тақиясы жігіттің томағасы ішпегер жігіт айнап, қонағасын ой, сәулем ай, айт дегенде жел сөзі, неге аяйын ағау, дидарыңның жел сөзім айнап, садағасын ой, сәулем ай, екі ғана жирен ай, өшең асыл киген ай, құмырсқа бел қонай көз айнап, ер жігіттің сүйген ай, екі ғана жирен ай, өшең асыл киген ай, құмырсқа бел қонай көз айнап, ер жігіттің сүйген ай. Бақтырар ой, сәулем ай, жақсы болса жігіттің алған жары ағау,
asıl kiygen ay. Kumrısqa bel hay göz aynan er jigittin o suygen ay. Ek gana şirin ay üçün asıl kiygen ay. Kumrısqa bel hay göz aynan er jigittin o suygen ay. Мына біздің жаңадан ашылған бірінші ретке күміс көмей бағдарламамызға келуіңізбен қарсы аламыз. Өзіңнің аты жөніңді, қайдан келгеніңді, жасыңды айта кетсеңіз. Мен Жылқаудан Тамал деген жайлауынан, Сахарасынан. Атым Мырзатай Бексұлтанұлы. Биыл 38 жастамын. 30 қаншада? 32 жас. 32. Сенің кәсібің әншілік па жоқ? Жоқ. Кәсіптен сыртқа? Кәсіптен сырт. Бұл әнші болуға не түрткі болды сонда? Кішкене кезімізден Қазкен ағаның және Отанбек ағаның әндерін көп естігенбіз. Сондықтан кішкене кезімізден әнге қызыққам. Осы кісілердің әндерін көп тыңдап, көп орындап жүретінмін. Арнаулы музыкалық мектептен білім алған жерің бар ма Рауфта? Мен қазір өзіміздің ауданда Ойса өрмеде тоқтам әнші болып істейміз. Бәріміз бірінші ретке қазақи мәселеге жаңа күміс көмей жарысқа қатысып отырсыңдар ғой. Бізде бірінші рет осы жерде отырмыз да сендерге қарап. Бағада бері чарчап отырмын, шын айтсам, ән айтқан кезде. Себебі мен қорқып отырмын, сен ортасынан дыбысынан қашып кетем екен деп ше. Сол артынан сен оқығаным жоқ, мен жайлауда өскенбіз дедің ғой. Мына сөзің өте ұнап отыр. Мырзаш, менің тобыма келсең, біздің мынау білім мәдениет тарату анау серіктік деп айтып отырмыз ғой. Бізде керемет жағдайлар өте жақсы. Болашақта біздің көптеген мақсатымыз бар. Осындай керемет әншілерді мемлекет ішіндегі, мемлекет сыртындағы осындай жарыстарға жіберсек деген арманымыз бар. Менің тобыма келсең зиян тартпайсың. Сіздің ойыңыз дұрыс екен. Саған көп пайдасы бар. Сіздің ойыңыз дұрыс екен. Білемін. Жаңа өзің қалған орындадың ғой. Эстрада орындадың. Сонда тамаша, сонда жақсы болды. Сен жаңа заманның басқа бір стилдегі ән орындағың бар ма? Бағана сен өзің айттың ғой, мен бұрын Қазкен ағаны, Отанбек ағаның әнін айтып өскенбіз деп. Сонда менің қайсарымды айттың? Сіздің көбінде тыңдайтын Алтай Азамат деген әніңіз болатын. Сен осында келгеніңді үй ішіңдегілер қолдап қуаттады ма? Әрине, қолдап қуаттады. Сен үйленіп алған шығарсың? Үйлендім. Дұрыс. Балаң бар ма? 5 жастағы бір қызым бар. Сол ғана айтты. Енді саған бір мықты ән болу керек сен даусыңа. Сонда осы 4 ағаларың мен әпекелерің бар. Соның ішінде саған өзің бір дұрыс талдайсың. Сосын кейін осы ұстаздарың саған жолын көрсетіп, бұл әнді былай орындайсың, немесе бұл саған мына ән сонда лайық келеді екен деп саған бір жақсы жол көрсетеді. Ал енді. Ендігі талдам өзіңнен. Қалай өзіңнен? Өзің талдай ғой. Әрине, Отанбек аға, сіз менің жүрегімде жақсы бір әншісіз. Рахмет. Сондықтан даусымда өзіңіз айтып өтіңіз, сізге жақындау екен. Әрине, сіз талдайын деп отырмын. Құтты болсын Мырзатай. Жоқ, Мырзаш, Отанбек ағаның қойған аты бойынша 4 тәлімгерді де өзіңе қараттың. Ендеше бүгінгі өзіңнің орындаған әніңе ризасың ба? Қатты толқып тұрмын. Өйткені осы бірінші ретке шығып, бірінші рет орындаған әннің сәті шыққанына төтенше ризамын. Әрі 4 жастың бірдей жаңғаны мен үшін айтқанда үлкен бір бақыт. Сенімен бірге біз де қуанып тұрмыз. Мына күміс көмей ән байқауының беташарын өте керемет ашып бердің. Өзіңе рахмет. Ендігі жолдарыңа ақ жол тілеймін, Мырзатай. Рахмет.